Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 124 сабақ сын есімді қайталау. 14 жаттығу мәтінді тыңда. Ұшақ пен тікұшақ. Әуежайда 2-3 күннен бері ұшақ пен тікұшақ қатар тұрған еді. Бір кезде ұшақ: "Осы саған таңғалам" деді. Көрісіне қарап: "Өзім тым шабан ұшасың. Сенімен салыстырғанда жай ұшатыным рас. Есесіне мен бір орында қалықтап тұра алам. Көкке көтерілгеннен кейін бір орында қалықтап тұрудың қажеті не?" Осылай деді де ұшақ тікұшақтың жауабын күтпестен ұша жөнелді. Кенет ұшақ төменге көз салса, бір кеме суға батып барады екен. Құтқарушылар бір орында қалықтап тұрған тікұшақтың арқанын түсіріп, кемедегі адамдарды құтқарып жатыр. Өзінің орынсыз сөзіне ұялған ұшақ бұлттардың арасына кіріп кетті. Он бесінші жаттығу өлеңнің қатесін түзеп көшіріп жаз. Мынау жасыл қарындаш. Мұнымен гүлді бояймын. Гүл Т емес, яғни гүл Д болады. Мынау көк қарындаш. Мұнымен суды бояймын. Сын есімдерді тап. Сын есімдер: жасыл, көк. Астын сызамыз. Жасыл, көк деген сөздердің қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Түбір сөз: гүл болса Т, қосымша сөз. Су түбір сөз, Д қосымша сөз. Балалар, осы каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. 16 жаттығу: берілген әріптер қатарында жасырынған сын есімдерді тауып жаз. Көк, әдемі, ала. Ақ, ірі, таза, қысқа, сарғыш. Осы сөздер сын есімдер. Он жетінші жаттығу: жұмбақты оқып, шешуін тап. Адам көтерген көк ала шатыр қалқып келе жатыр. Жауабы: парашют. Көк ала сөзі дара сын есім. Дара сын есім астын сызамыз балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Осы каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.